Алматыда француздық инвесторлардың мүддесі қорғалды. Кәсіпорын мемлекеттік органға уақытылы тіркелмегендіктен жаңа сүт өнімдерін сатуды бастай алмаған. Бизнесмендердің пікірінше оларға рұқсат беруден негізсіз бас тартқан. Компания бизнесті және инвесторларды қорғау жөніндегі жобалық кеңсеге хабарласқаннан кейін бұл мәселе тез арада шешімін тапты. Мы обратились в проектный офис. Біз бизнесті және инвестицияны қорғау жөніндегі жобалық кеңсеге бардық. Олар бізге құқықтық қолдау көрсетті және мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті белгіленген мерзімде алуға көмектесті. Мұның барлығы бизнесімізді өнім желісін кеңейтіп, жақсы сатылым жасау үшін қажет болды. Алматыда инвесторларды қорғау жөніндегі жаңа жоба өткен жылы іске қосылған. Қазір мамандар 20-ға жуық кәсіпкерлермен келісімге келіп, оларға тегін көмек көрсетуде. Любой инвестор. Бізбен шағын, орта, мейлі үлкен бизнесі бар инвесторлар келісімге келеді. Одан кейін біз олардың компания немесе фирмасын өз қорғауымызға аламыз. Құқықтық кеңес береміз. Жалпы барлық бағыт бойынша қолдап отырамыз.